Тараздық Зүлфия Төленованың үстінен екі баппен қылмыстық іс көтеріліп, ол күні кеше изоляторға қамалды. Ал Зүлфияның қарауында қалған өзге балалар не болды деген сұраққа жауап берейін. Қазіргі таңда Зүлфияның қамқорлығында бала жоқ. Олардың бәрі мемлекеттің қарауына өтті. Қазіргі таңда күдіктінің қамқорлығында ешбір бала жоқ. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Қинау, ұрып соғу бабымен көтерілген іс соңына жетеді деп сенем. Ағайын, бұл қыздарыңызға өте абай болыңыздар. Қол-аяғын скотчпен байлап онымен қоса аузын тұмшалаған Құндыздың фотосы желіге тараған болатын. Яғни кеше ғана хабарласқан кезде ойбай білмеймін деген Зүлфия мекеме басшысы бүгінгі таңда Құндыздың өз аузынан естіп жатырмыз. Сол Зүлфияның өзі мені байлап бірнеше сағатқа мені солай тастап кетті деп отыр. Менің қол-аяғым барлығы ауырды, тіпті тынысым да тарылды деп отыр. Ал міне осындай жетімдерге, қараусыз қалған жандарға осындай аяусыздық танытып отқан мекеме басшысы, яғни Зүлфияның үстінен іс қозғауды талап етемін. Онымен қоса мынандай әңгіме айтып отырсыз. Осылар келгені миыма да тыныштық болмады, өзіме де сен тыныштық болмады. көке, о бастан осы проблема шыққан кезде сен жалмаңдап, осыларды мен бағам, мен алам дегенсің. Сенің о бастан көздегенің не екенін білесің бе? Сенің о бастан көздегенің ақша, олардың пенсиясы және де үкіметтің тарапынан саған аударатын ақшасы бар. Сен о бастан ақшаға тұншыққан бәлесің. Сенің осы ақшаң бір күні желкеңнен шығады. Сенің менен осындай опасыздық, хайуандық ісіңнің арты ашылды. Сен бұған дейін де осындай балдарға осындай істегенің айдан анық. Өйткені сен бұл істеп отқаның бірінші рет емес. Енді сенің ісің мына құзырлы органдарда болады. Енді сенің барар жерің түрме болады. Таразда асыранды балаларды ұрып соққан қамқоршы қамауға алынды. Полиция екі бірдей бап бойынша қылмыстық іс қозғап тергеу жүргізіп жатыр. Ал қорлық көрген жеткіншектер қазір бейімдеу орталығына жеткізілді. 7 баланы асырап алған Зүлфия Төленова құлдықтан құтқарылған апалы сіңілі Құндыз бен Назгүлді де азаптаған көрінеді. Сұмдық жағдай әлеуметтік желіге тарап, қазір тиісті органдар тексерісті бастады. Мәселенің мән жайын әріптесім Нұрадин Рақай біліп келді. Мен алып кетіңіздер. Сіздерден өтінемін. Былтыр ғана 17 жыл туған ағасы құлдықта ұстап қой баққызған апалы сіңлілі қос қыз құтқарылған еді. Тараздық Зүлфия Төленова Құндыз бен Назымды бауырына басып асырап алған, бірақ Тараз тұрғыны көп ойлағандай ұл қыздарға қамқорлық таныта қоймапты. Әсілінде әйелдің асыранды балаларын таяқпен тәрбиелегені мына бейнежазбадан ақ анық байқауға болады. Осылайша отырса опақ, тұрса сопақ қылған қамқоршы жеткіншектерге күн көрсетпеген, ал зәбір көрген 4 бала мектеп психологынан жәрдем сұрап бар жайды жайып салыпты. Ол кеше бүгін орын алған жағдай емес. 2025 жылдың 29 желтоқсан күні балалар мектепке келгенде мектеп психологы аталған балаларға қатысты ұрып соғу фактісін анықтаған. Балаларды қамқорлығына алуға қатысты қаулының күші жойылды. Жуырда ғана әлеуметтік желіде Құндыздың қол аяғы мен аузы скотчпен буып тастаған жағдайда жұрттың жағасын ұстатқан. Сондықтан жергілікті билік ақыл есінде кемістігі бар апалы сіңлілі қыздарды да бақылауға алып, арнайы орталыққа жеткізген. Бірақ қатты қорқып қалған олар ешкіммен тілдесуге тілек білдірмепті. Қыздарымыздың қазіргі жағдайы барлығы жақсы, орталыққа орналастырылды. 14 күндік бақылау жұмыстары жүргізіледі. 14 күн ішінде 8 бағытта мемлекеттік стандарт бойынша 8 бағыт бойынша қадағалау жүргізіледі. Қандай қысым жасалғанын енді ол қыздармен, мысалы біз барып, сіз барып сөйлескенмен ол ашық сөйлеспейді. Ал Зүлфия Төленова Құндыз бен Назымға күш көрсетпедім деп ақталды. Мына жағдайды кім түсіріп, қалай жіберген мен білмей отырмыншы. Мен болмады мына жағдайда. Мен бұл жағдайға жібермес едім. Егер де мен өзім байлап сондай жағдайға жеткізіп атсам, онда мен өзім қасандық жасамайтын шығармын. Белгілі болғандай Құндыз бен Назымның құжаттары дұрыс емес. Реттелгенше олар арнайы орталықта ем алатын болады. Ал ұл қыздарына қол көтерген қамқоршы бүгін қамауға алынды. Егер кінәсі дәлелденсе, 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін дейді полиция департаменті. Осылай жатырмын, мен хабарландыру дедім жаңалықтардың соңында. 1 сағат өтіп кетті, әлі ойланып отырмын, қалай жеткізем, не айтам деп. Енді кеше болған жағдайды айтып берейін мен. Инстаграм парақшасы бар, сол жерде мен сөйлесіп отырам, пікір алмасып, жазған адамдарға жазып, бір жігіт жазып жүрген маған, Дін Мұхаммед деген. ПСЖ алғашан ойнайды, осындай деп. Сонымен пікір алмасып жазып жүргенбіз, бір кезде кеше маған бір сурет жіберді, аға мен осындай баламын деп. Мен не істерімді білмей қалдым, не жазарымды білмей қалдым. Көмектесе аласыз ба деді. Ол жағдай енді
білмеймін, өте ауыр кәдімгідей қабылдадым, мен қатты қабылдадым, аяқ асты өйткені күтпедім мен осындай баламын деп кеп тұрғанда, жап-жас 16 жастағы бала. Бірден әрине көмектесемін дедім, қолымнан келгенше мен сенің Каспий голдыңды бәрін жібер салайын, енді сөйлей аласың ба деп едім. Сөйлей алады екен аздап, содан кейін видеозвонокқа шықтым. Видеозвонокпен сөйлескенде жүрегім кәдімгідей бачысы шығып кетті ғой жүрегімнен. Сондықтан достар, бір қазаққа, бір қазақтың баласына тамшыдай болсын көмектесейікші. FIFA ойнап жүргендер бір күн FIFA ойнамай қояйық, суши жеп жүргендер бір күн суши жемей қояйық, ставка қойып жүргендер бір күн ставка қоймай қояйық. Жалпы бір күн бір нәрсені қысқартып, Димаштың еміне үлкен бір көмек жасап берейікші. Негізі садақа деген саған келе жатқан қауіптің бетін қайтарады екен. Саған келе жатқан жамандықты тоқтатады екен. Сондықтан да достар, Димашқа да өздеріңізге де бір үлкен жақсылық жасасаңыздар. Димаш Ақтауда тұрады, анасы бар, бір қарындасы бар, бір інісі бар. Анасы жұмыссыз, әкесі жоқ екен. Сондықтан достар, қазір мына YouTube'ты көріп отырсыздар, басқа жаққа ауысып кетпей, басқа жерді аралап кетпей, қолдан келгенше 1 минут қана уақыттарыңызды бөліп Димашқа көмектесейік. 1 минут қана уақыттарыңызды бөлесіздер, болды. Садақаның, сауаптың үлкен кішісі болмайды. Әркім қолынан келгенше көмек жасасаңыздар. Мына жерде Димаштың өзінің анасы голды осыған жіберсеңіздер. Біз 10 мыңбыз деп мақтанғанымыздан ешқандай пайда жоқ, ешқандай қайыр жоқ шығар, бір қазаққа көмектесе алмасақ. Сондықтан да Димашқа көмектесейік. Қайта өтінбей қояйын, мен сіздерге сенемін, барлықтарыңыз жүректеріңізде жылу бар, жанашырлық бар. Себебі сіздер қазақсыздар. Қазақтың қанында бар бір-біріне көмектесу деген. Димаш бауырымызға Алла тағала жар болсын, шипа берсін. Ал Димашқа көмектескендерге Алла разы болсын. Рахмет. Заман ағымы тым жылдам болып кетті. Ал біз қалыс қалмауға міндеттіміз. Себебі заманауи цифрлық құралдардың маңызы өте зор. Мультфильмдер, бейнеклиптер және қысқаметражды фильмдерді енді үйде отырып-ақ жасауға болады. Бұрынғыдай видеографтардың қажеті жоқ. Аталмыш құралды тіпті қосымша табыс көзіне айналдыруға болады. Отандық хабарландыру алаңдарында жасанды интеллектпен тапсырысқа бір видео жасау 5.000 теңгеден 15.000 теңгеге дейін тұрады екен. Бәсекелестер саны әзірге көп емес. Сондықтан уақыт жоғалтпай көшке ілесіп алған абзал. Егер блогер болсаңыз, осы құралмен видеолар әзірлеп, контент жасауға болады. Яғни мүмкіндіктер сан алуан. Бәрі сіздің қиялыңыз бен пысықтығыңызға байланысты. Видео сабақтар менің жабық телеграм каналымда өтеді. Дәрістер өте жеңіл әрі түсінікті тілде. Видео жасау барысы 0-ден бастап тәптіштеп көрсетіледі. Ең бастысы бір ғана емес, бірнеше тегін құралды игеруге болады. Сабақ бағасы небәрі 2500 теңге. Үйренуге ниетті болсаңыздар, төмендегі WhatsApp нөміріне ЖИ деп жазыңыздар.